Айжан кезекшімін, бүгін сабақта барлығы түгел. Жарайды. Ал сабақты бірінші үй тапсырмасын тексеруден бастайық. Балалар барлығы үй тапсырмасын ашайықшы, дәптерімізді ашайық. Үйде берілген тапсырманы. Аштық па барлығымыз? Ал жарайды. Енді тақтадан үй тапсырмасының дұрыс жауабын көрсетемін. Сендер өз тапсырмаларыңды тақтаға қарап тексеріп аласыңдар. Жарай ма? Ал Жұлдыз, сенде 188 метр квадрат шықты ма? Иә. Қандай жолмен шығардың? Мен бұл бірінші есепте Геро формуласын қолданып, есептеген кезде 108 сантиметр квадрат шықты. Геро формуласын қолданды. Жарайды. Ал неге Аидасы қарай көтердің? Себебі менің есептеулерінде аз ғана қателіктер кетті. Кішкене сенде болды, иә? Жарайды, дұрыс. Ал енді, Серік не айтқың келіп тұр? Мен Герон формуласы емес, екінші формула, яғни Пифагор арқылы шығарып, яғни биіктігін тауып алып, оны үшбұрыштың ауданын табу формуласы бойынша шығардым. Үшбұрышқа биіктік түсіріп, иә? Пифагор теоремасын қолданды. Дұрыс, ол да дұрыс. Ал енді балалар олай болса, ары қарай сабағымызды жалғастырайық. Үй тапсырмасын бүгінгі сабағымыз төртбұрыштар мен үшбұрыштардың аудандары. Оқу мақсатымыз параллелограммның ромбтың ауданы формуларын қорытып шығару және қолдану. Үшбұрыштың ауданы формуларын қорытып шығару және қолдану. Яғни бұны алдыңғы сабақта да өткенбіз, бүгін сол сабақты қайталаймыз. Өткен сабақта жеңіл есептер шығарған болсақ, бүгін кішкене күрделі есептер шығарамыз. Ал балалар, бірінші сабақты бастамас бұрын, өткен сабақта біз ережелерін біліп кетіп едік. Олай болса, мына бірінші оң жағында қабырғадағы сұрақтарға жауап беру арқылы ережелерімізді бір еске түсіріп алайық. Ал балалар, бірінші сендердің алдарыңда барлықтарында бейджик бар. Бұл смарт бейджик деп аталады. Әр қайсымыз бір бейджиктен тағып алайықшы. Тездетен жылдатындатамыз балалар. Жолда. Болдық па? Ал бейджик таққан болсақ, бізде қазір жұптасып жауап берейік сұрақтарға. Бізде бірінші номерлі оқушылар кімдер кім? Кім? Ерасбек. Ал ана жерден бір сұрақ алып жауап береміз. Одан кейін тақсандарды алайық, үшінші номерлі кім? Ал сұрақтарға жауап береміз. Ержан, бірінші жауап береміз. Квадраттың тіктөртбұрыштың ауданы неге тең? Тіктөртбұрыштың ауданы дегеніміз ұзындығы мен енінің көбейтіндісіне тең. Аға тең квадраттың ауданы S тең А квадрат формуласымен есептеледі. Қабырғасы? Аға тең квадраттың формуласын жазайық. Біреуміз формуласын жазайық. Тақтаға дейік алып келдік. Енді бесінші номерлі. Тікбұрышты үшбұрыштың ауданы дегеніміз не? Тікбұрышты үшбұрыштың ауданы катеттердің көбейтіндісінің жартысына тең. Параллелограммның ауданы неге тең? Параллелограммның ауданы Балалар, сендер ережені оқушылар айтып жатқанда не істейміз? Тексеріп отырамыз. Қате кеткен жағдайда ескертеміз. Параллелограммның ауданы дегеніміз оның қабырғасы мен оған түсірілген биіктіктің көбейтіндісіне тең. Ал екінші формуласын қарастыратын болсақ, параллелограммның ауданы дегеніміз екі көршілес қабырғасы мен олардың арасындағы бұрыштың синусының көбейтіндісіне тең. Дұрыс айтты ма? Дұрыс жазды ма қанат формуланы? Ал екінші номерлі. Бірге оқылымыз. 9-шы номер келіп сұрағымызды ала берейік. Үшбұрыштың ауданы неге тең? Үшбұрыштың ауданы оның екі қабырға арасындағы бұрыштың синустың көбейтіндісінің жартысына тең болады. Үшбұрыштың ауданы оның қабырғасы мен осы қабырғаға жүргізілген биіктіктің көбейтіндісінің жартысына тең. Дұрыс айтты ма балалар? Формуласы формуласын жазып кетейік.
ромбтың ауданы неге тең? Ромбтың ауданы яғни оның биіктігі мен қабырғасының көбейтіндісіне тең. Bir formula еді? Яғни олардың және диаметрлерінің көбейтіндісінің жартысына тең болады. Диагоналдардың көбейтіндісінің жартысына тең. Одан кейін тағы да бар ма? Яғни S тең А квадрат көбейтілген синус А. Қабырғасының квадраты. Синус Аға көбейтіндісі. Дариға, соңғы жазған формуланы туралы бізге айтпар ма? Ол қандай формула? Бұл Герон формуласы. Герон формуласы, иә. Ал балалар, барлығымыз сырттағы қарап, формулаға бір қарап шығайық, иә? Ал қателіктер жоқ па? Бір тексеріп шығайықшы. Дұрыс па барлығы? Иә. Дұрыс, иә? Ал олай болса, ары қарай сабағымызды жалғастырайық. Бірінші балаларына конвертте тапсырма берілген, яғни бұл топтық жұмыс. Топтық жұмысты орындаймыз. Ашық тапсырманы түрелерге, нәтижелерге. Ешқандай әртүрлі Жылдамдатамыз, иә, балалар? Жылдамдатамыз.
Барлығымызда бейджик бар, иә? Сымақ бейджикте кімде S деген жазу бар. Сол оқушы, жанына бір оқушы алып, топтық жұмысты қорғайды. Сонымен бірінші топта кімде S? Айжанда, екінші топта Агнесте, үшінші топта Ұлжанда, төртінші топта кімде? Серікте. Осы оқушылар топтық жұмысты қорғап береді бізге. Жарай ма? Барлығымыз тыңдап отырамыз. Бізге берілген бірінші Басқа үш топ. Тыңдаймыз, себебі біз бағалаймыз қазір. Барлығымыз Бізге тыңдаймыз. берілген тапсырма ұзындықтары 2 метр және 3 метр және олардың арасындағы бұрышы 30 градус болатын параллелограмм пішінді тақтайда бояу керек. Егер 1 метр квадрат тақтайға 100 грамм бояу кетсе, берілген параллелограмм пішінді тақтайды бояу үшін қанша грамм бояу керек? Бізде берілген параллелограмм оның ұзындығы 3 сантиметр және ені 2 метр. Оның арасындағы бұрыш 30 градусқа тең. және де біздің 1 метр квадраттағы 1 метр квадрат біздегі 100 грамм бояуға тең. Және бұл жерде біз формуланы, яғни параллелограммның формуласын қолдадық. S тең AB көбейтілген синус альфа. Яғни біз осыны формулаға салатын болсақ, бізде 3 метр шықты, яғни біз одағы қанша бояу кететінін табатын болсақ, 3-ті көбейтеміз 100 граммға, сонда бізде 300 грамм шықты. Дұрыс па балалар? Дұрыс тапты ма? Параллелограммның формуласын дұрыс қолданды ма? Дұрыс, иә? Қабылдаймыз ба? Олай болса, тақтаға ал қарап отырып, келесі бірінші топ келесі. Айжан қабырғаларының ұзындықтары 5 см, 12 см, 13 см болатын 3 бұрыштардан құралған құрақ тікті. Егер құрақ тігуге 4,9 метр квадрат мата кеткені белгілі болса, Айжанның құрағы неше 3 бұрышты бөліктен құралған. Яғни біздің есебіміз 3 бұрыш ABC, яғни қабырғаларын белгілеп алып, яғни табу керек қалған қанша бөліктерін. Біз формулада Герон формуласы арқылы шығардық. Бірінші үшбұрыштың ауданын тауып алды. сосын Герон формуласына салдық. Герон формуласына салып үшбұрыштың ауданын тауып алды. Бұдан кейін матаны не істедік? Матан 0,9 метр квадрат екен. Оны сантиметрге айналдырып алдық. Сантиметрге айналдырғанда қанша болды? 90 сантиметр. 90 сантиметр квадрат екен. 30 сантиметр. Барлығымыз тақтаға қарап, дискриптор бойынша Айжан мына бірінші топты бағалап жіберейікші. Кәне, кім бағалайды? Бірінші топты дискриптор бойынша бағалайық, иә? Ал Ұлжан бағалап жіберші. Бірінші топ Герон формуласы арқылы есепті шығарды. Қолдана алды ма Герон формуласы? Дұрыс, иә? Келесі. Үшбұрыштың ауданын тапты. Және метр квадраты сантиметр квадратқа айналдырды. Үшбұрыштың санын анықтады. Дұрыс анықтай алды ма? Қанша үшбұрыштан құралады екен, яғни біздің құрамымыз? 3 үшбұрыштан құралған екен. Жарайды. Ал келесі келіңдер. Тікбұрышты үшбұрыштың ауданын тап. Егер оның гипотенузасы 20 сантиметрге, ал бір катеті 12 сантиметрге тең. Біз бұл есепте ең алдымен біз Пифагор теоремасы арқылы екінші катетті тауып алдық. Яғни бұл жерде бірінші катет белгіленген, ол 12 сантиметр. Гипотенузасы 20 сантиметр. Және содан кейін ауданын Пифагор арқылы екінші катет тапқанда катетіміз қаншаға тең болды? 16 сантиметрге тең болды. Ал одан кейін ауданын таптық. Аудан табу формуласын қолдандық. Екі катетті көбейтіп, оны 2-ден 1-ге бөлдік. 2-ден 1-ге көбейттік. Сонда қанша шықты? 96 сантиметр квадрат. Ал енді үшінші топты дискриптор бойынша бағалап жіберейік. Мержан. Бұл үшінші топ өзінің дискрипторына сәйкес өзінің есебін шығарды, яғни Пифагор теоремасын қолданды. Пифагор теоремасы арқылы екінші катетін тауып алды және үшбұрыш ауданын тапты.
және үшбұрыш ауданының формуласын қолданып үшбұрыштың ауданын тапты. Үшбұрыштың ауданын табу формуласында дұрыс таңдай білді, иә? Жарайды. Жарайсыңдар. Келесі 4-ші тобымыз. Ромбының диагоналдарының қатынасы 2-ден 3, ауданы 12 см квадрат. Ромбының диагоналдарын табыңыз. Біз яғни ромбының диагоналдарын табу үшін оны теңдеу арқылы таптық. Өйткені ауданы белгілі және диаметрлерінің қатынастары белгілі, диагоналдардың қатынастары белгілі. Және ол арқылы біз теңдеу құрдық, теңдеуді шешкенде x-тен 2 болды. Оны яғни алғашқы мәндеріне қойған кезде бірінші диагонал 4 см, екінші диагонал 6 см шықты. Ал енді балаларда есептің берілгеніне қараймыз. Кәне былай тұрамыз. Ромбының диагоналдарының қатынасы берілген, ауданы берілген, диагоналдарын табыңыз дейді. Яғни серіктің есебі дұрыс па? Кім бағалайды? Ал Жұлдыз. 4-ші топта олар ромбтың ауданын табу формуласын таңдады. Және формуланың қатынасын қолданып теңдеу құрды. Және теңдеуді шеше білді, диагоналдарын тапты. Дұрыс таба білді, иә? Жарайсыңдар, отырамыз. Ал балалар, біз келесі тапсырма балалар. Енді топтық жұмыс орындадық, ережелерімізді есімізге түсірдік. Енді бізге кішкене сергіту сәті болсын, яғни карта ойынын ойнайық. Қазір барлығымыз бейджігімізге қараймыз. Кімде картаның суреті бар, сол оқушы ортаға шығады. Орындықтарын алып. Ортаға шығады. Қазір ойын шартын түсіндіріп беремін. Мен қазір карта таратамын. Карта таратқаннан соң оқушылар бір-бірлеріне карта ойыны сияқты жүреміз. Егер картадағы сұраққа дұрыс жауап бере алсақ, картаны жабамыз, ал дұрыс жауап бере алмасақ, картаны көтереміз. Кімде карта соңында көп қалса, ол оқушы жеңілген болып саналады, иә? Мөлдір, бастай ғой сен. Кімге жүресің? Төртбұрыштың сүйір бұрышының катангенсі дегеніміз не? Төртбұрыштың сүйір бұрышының катангенсі іргелес шыққан катеттің қарсы шыққан катетке қатынасы. Дұрыс қабылдаймыз ба? Оны жабамыз, иә? Ал келесі карта. Тікбұрышты үшбұрыштың сүйір бұрышының тангенсі дегеніміз не? Тікбұрышты үшбұрыштың сүйір бұрышының тангенсі дегеніміз қарсы жатқан катетінің іргелес шыққан катетіне қатынасын айтамыз. Дұрыс па балалар? Қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан қатынасы. Параллелограмм дегеніміз не? Параллелограмм дегеніміз екі қабырғасы қарама-қарсы орналасқан, ал қалған екі қабырғасы қарама-қарсы емес, төртбұрыш. Қабылдаймыз ба балалар? Жоқ, қабылдамаймыз. Қабылдамаймыз. Демек, Дариға картасын көтереді, иә? Ал дұрыс жауабын кім айтады? Екі қабырғасы қосылған параллель болатын төртбұрыш параллелограмм деп аталады. Қабылдаймыз ба Мирастікін? Қабылдаймыз, иә? Сұрақ жауапсыз қалмас үшін жауап бергізіп жатырмыз. Алар қарай, мөлдір жіберді. Квадрат дегеніміз не? Барлық қабырғалар тең болатын төртбұрыш квадрат деп аталады. Мөлдір өзінің барлық сұрағына жауап бере алған үшін мөлдір ойын. Бірінші бұл бойынан шықты, иә? Жарайсың мөлдір. Трапеция дегеніміз не? Трапеция дегеніміз екі қабырғасы параллель, ал қалған екі қабырғасы параллель емес төртбұрыш трапеция деп аталады. Қабылдаймыз ба? Дұрыс. Дариға мен енді Мержан ойнайды, иә? Ромб дегеніміз не? Ромб дегеніміз екі қабырғасы, барлық қабырғалары тең болатын төртбұрыш. Параллелограмм. Қабылдаймыз ба кішкене не істеді? Қабылдаймыз. Төртбұрыш дегеніміз не? Төртбұрыш дегеніміз барлық қабырғалар тік болатын төртбұрыш деп аталады. Қабылдаймыз ба?
тік бұрышты үшбұрыштың бұрышының косинусы дегеніміз не? Тік бұрышты үшбұрыштың косинусы сүйер бұрышының косинусы дегеніміз қарсы жатқан катеттің іргелес шыққан гипотенузға қатынасы. Дұрыс па? Гипотенузға қатынасы. Қабылдаймыз ба? Дұрыс жауабын. Балалар, кім жауап береді? Ахмет. іргелес жатқан катеттің қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан гипотенуза. Дұрыс па? Не болды? Ал Мейіржан айтамыз. Қарсы жатқан катетінің Қайтадан гипотенузасы. сұрағымызды оқиықшы. Косинус балалар. Тік бұрышты үшбұрыштың косинусы дегеніміз ол іргелес жатқан катетінің қарсы жатқан катетіне қатынасы. Косинус. Серік айтамыз. Үшбұрыштың косинусы дегеніміз ол іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. Қабылдаймыз ба? Иә. Жарайды, Дариға, ережені қайталауымыз керек, иә? Ал балалар, келесі тапсырма оқулықпен жұмыс жасаймыз, оқулықты ашамыз барлығымыз. Оқулықты ашып, 12-ші есепті шығарамыз. 12-нің астын 21-де 7-ші сурет. Ал енді балалар, қазір барлығымыз өзіміз жеке жұмыс жасаймыз. Жеке оқулықтан есептерді шығаруды орындаймыз. 21-де 7-ші суреттің А бөлімі. Кететеміз балалар. Мөлдір берілген оқып жіберейікші, берілгенмен бір танысып алайық. Қабатты жеті суретте кескінделген үшбұрыштың ауданы табылыз. Торкөздің қабырғалары бірге тең. Яғни торкөздің қабырғаларын бірге тең деп есептеп алады екенбіз да. Торкөз санын санап, яғни ауданын үшбұрыштың табамыз. Түсінікті ма балалар? Шығара аламыз ба? Жылда орындаған оқушы болса, ары қарай 14-ші есепті орындасақ болады. Жылдамдатамыз балалар. Аяқтаса, 14-ші. 14-ші есепке көш ары қарай кете береміз. Ержан, кім? Серік, екі есепті де аяқтап болған болса, бізде алдымызда тағы да кім екі есепті аяқтады? Екі есепті аяқтап шығарып болған оқушыға топта қарқын тапсырмасы бар, балалар. Яғни бұл жылдам орындайтын дарынды оқушыларға, кәне қарқын тапсырмасын алайық. Екі есепті де жылдам орындап болған оқушы болса, қарқын тапсырмасы
тапсырмасын алып орындай береміз. Ал балалар тақтаға қазір есептің дұрыс шығару жолын жазайық. 12-нің астына қазір бізде смарт бейджикте кімде 3 бұрыш белгісі бар? Оқушылар қол көтерсінші. Айнұр және Ержан. Кел, Айнұр 12-нің астына, Ержан 14-нің. Тақтаға орындайық. Ал Айнұр өзінің есебі, бақырмыз тақтағы Айнұрдың есебіне қараймыз. Өзіміз шығарған есепті, тақтадағы есеппен тексереміз, я? Ал Бізде бұл жерде теңдегі үш берілген, оның бір қабырғасы 4 сантиметрге, ал табаны 3 сантиметрге екен. Біз биіктігі 3 сантиметр, табаны 4 сантиметр, я? Жоқ, тұра берсін. Биіктік деп аламыз. қабырғасы мен табанын көбейткенде 4 сантиметр мен 3 сантиметрді көбейткенде 12 сантиметр шықты. 12 сантиметрді 2 сантиметрге бөлгенде жауабы ауданы 6 сантиметр. Бірақ біз бірден ауданның формуласына салуымыз керек. Кім түзеп жібереді, келіп? Формуласын жазды. Нет, Айнұр есепті дұрыс шығарды ма? Бұл жерде бірақ Айнұрдың шыққан жауабы дұрыс, алайда біз формулаға салып, яғни формуланың өзінің жолымен шығаруымыз керек. Ол бірінші биіктіктен табанын көбейтіп алып, сосын екеуі дұрыс тұра берсін. Ержанның. Ал басқа оқушылар, өзің барлығымыз, есебіміз дұрыс па? Кәне өзімізді бағалап жіберейікші алдымыздағы бағдаршам арқылы. Барлығымыздың есебіміз Айнұрдың көмегімен бірдей 6 сантиметр өлшем бірлік армия. Барлығымызда 6 сантиметр квадрат болған болса, барлығымызда дұрыс, яғни түсіреміз. Қарқын тапсырмасын орындаған оқушы бар ма? Серік, Ахмеге, Серік келе ғой. Ақтаға. Кең тапсырмамызды көрсетіп, тең белгілі үшбұрыштың табаны А, бүйір қабырғасы В болса, ауданы S тең А түбірасты В квадрат минус А квадрат бөлінген 4 формуласымен анықталатын дәлелдеңдер. жазамыз. Қарқын тапсырмасы бар ма?
жазамыз. Табаны А көрсетеміз. Табаны А барлығы оқушылар қарасын, көрсін. Табаны А. Бізде яғни санмен емес, әріппен берген табаны А болатын. Бүйір қабырғасы Б болса, ауданы жазып отырамыз балалар. Теңбейлі үшбұрыштың ауданы осы формуламен анықталады. Өйткені ол үшбұрыштың бастапқы формулаларынан негізделген формула. Яғни теңбейлі үшбұрышты салсақ, мысалы, оған биіктік жүргізсек, яғни А, Б, С деп белгілеп аламыз. Сол кезде мына биіктік H деп белгілесек, ол яғни мына H-ты табу Бүйір қабырғасы серік бізде Б, С дейміз. Б. Мына жағында Б. Екеуі тең ғой? Б деп белгілейміз. Яғни биіктігін табу үшін бізге Пифагор теоремасы арқылы табып аламыз. Балалар, бізге егер келесі алдыңғы сабақтарда тағы да үшбұрыштың ауданын табу керек кезде теңбейлі үшбұрыш белгілі болып, бізге бүйір қабырғасы белгілі, табаны белгілі болса, біз бірден мына формуламен ауданды есептей аламыз ба? Мына формула дұрыс па? Соны қазір бізге серік дәлелдеп көрсетеді, иә? Яғни биіктігін Пифагор теоремасы арқылы анықтағанда А-ның 2-ге бөлінсе деп аламыз. Өйткені теңбейлі үшбұрыштың табанының жартысы, яғни ол бірді тікбұрышты үшбұрышты аламыз, яғни екі тікбұрышты үшбұрыш аламыз. Сонда оны 2-ге бөлсек, яғни бір тікбұрышты үшбұрыштың катетін алып аламыз. Ол кезде ол серік сұрақ, неге теңбейлі үшбұрыштың биіктігін түсірген кезде ананы А бөлінген 2 деп алды? Өйткені ол табанына медианада, биссектриса болады. Иә, теңбейлі үшбұрыштың қасиетін қолданып жатырмыз, иә? Ары қарай түптен шығарып ауданның формуласына салатын болсақ, яғни 2-ден 1 AH, оны яғни 2-ден 1 көбейтілген А бірден шығарып жіберсек те болмайды ма? Мына жерде 4 2-ден 1 болып алдына ашық кетеді. 2-ден 1 4 Б квадрат минус А квадрат. Арнетте де шықты, иә? Иә. Балалар жазып аламыз, яғни біз мына бірден мына формулаға салсақ, бізге табаны бүйір қабырғасы белгілі болса, мына формулаға салсақ дұрыс болады екен, иә? Оның дұрыстығын бізге серік дәлелдеп көрсетті. Отыра болсын. Тамаша, өте жақсы серік. Яғни жазып аламыз балалар. Ал балалар бүгін жұптық тапсырмамыздың тағы да енді бізде жұп цифрлы Б-дегі бар оқушылар қалды, иә? Енді екінші номерлі оқушылар орнынан тұрсыншы, жылдам ала береміз. 4-ші номерлі тез сұрақтарға жауап береміз. Алып, дайындалып. 6-ші номерлі Айжан, нашетте проверить. 8, 10. Бірінші тыңдаймыз.
квадраттың қабырғасы 15 сантиметрге тең болса, ауданын табыңыз. Қанша болады? Бұл жауаптың шешімі 225-ге тең болады. 220 сантиметр квадрат. Яғни S сен A квадрат. Жылдам тұтамыз. Жылдам. Шпұрышты коридоры 5 сантиметр және 4 сантиметр болса, аудандарын табыңыз. 10 сантиметр квадрат болады. 5 және Параллелограммның биіктігі 6 см, қабырғасы 10 см болса, ауданын табыңыз. S тең ағаш формуласымен 60. ауданын өлшем бірлігімен білетін. 6 сантиметр квадрат. Бұрыштың екі қабырғасы 8 және 5 см арасындағы бұрыш 30 градус болса, ауданын табыңыз. Бұл жерде А бөлігіндегі синусы формуласымен шығарылды. Сол кезде 20 сантиметр квадрат болады. Жарайсың да. Келесі. Ромбтың биіктігі 4 см, ауданы 20 сантиметр квадрат болса, қабырғасын табыңыз. Біз бұл жерде 20 сантиметр квадратты 4 сантиметрге бөлеміз. Қабырғасы 5 см. Биіктігі 4 сантиметр болды. Ал олай болса, балалар бүгінгі сабаққа алдымызда кері байланыс парағына бүгінгі сабақта бірінші есте сақтау керек маңызды нәрсені жазамыз. Бірінші шпұрышқа жолына, одан кейін екінші көбірек білгіңіз келетін нәрсе, үшінші сіз бұрыннан білетін нәрсе, төртінші сіз үйренген нәрсе. Қазір ауызша жауап беріп кетейік. Бірінші есте сақтау керек маңызды нәрсе. Ал Айнұр? Бүгінгі біздің сабақта есте сақтау керек маңызды нәрсе төртбұрыштар мен үшбұрыштардың ауданын табу формулалары және ережелерді есте сақтауымыз керек. Екінші, сіз көбірек білгіңіз келетін нәрсе. Ал Айжан айтамын, не білгің келеді бүгінгі сабақта? Біз 8 сыныпта яғни трапецияны өттік. Трапеция яғни төртбұрышқа ұқсайды. Бірақ төртбұрышқа жатады. Бірақ біз әлі трапецияның ауданын білмейміз. Ендігі кезекте мен трапецияның ауданын есептеуді білгім келеді. Дұрыс айтасыңдар балалар, бірақ біз қазір үшбұрыштар мен төртбұрыштардың ауданын өткен кезде төртбұрыштардың барлығының ауданын есептеп үйрендік. Тек қана бізде трапеция қалды. Оны алдағы уақытта жоспарда бар. Ол келесі сабақтарда өтеміз. Үшінші, сіз бұрыннан білетін нәрсе не? Біз бұрыннан білетін нәрсе, яғни біз есеп шығару барысында Пифагор теоремасын және тригонометриялық функцияларды қарастырдық. Алайда біз осы сабақтарда тең үйірлі үшбұрыштардың қасиеттерін, параллелограммның қасиеттерін есептер шығару барысында қолдандық. Бұрыннан білетін ережелерін таңдадық. Төртінші, сіз үйренген нәрсе. Мержан? Мен бүгінгі сабақта үйренгенім төртбұрыштар мен үшбұрыштардың ауданын табуды және олардың формулаларын қайталадым. Дұрыс. Ал балалар, үйде тапсырма 15-ші есепті аламыз. Олай болса сабақ аяқталды.